Құймақтар табаға жабыспайды. Дәл осындай жұп-жұмсақ болып шығатын, дәмі тіл еретін нағыз құймақтың рецептісі керек болса, мына видео сізге арналады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа мен қымшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ескеретін жайт, қымшекер жақсылап тұрып араласып еруі керек. Енді оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Содан соң сүтімізді құятын боламыз. Сүт салқын емес, жылы сүт болуы керек. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз, одан артық құймаймыз. Араластырып болған соң ұнымызды бөліп саламыз. Оның үстіне содамызды салып жақсылап араластырамыз. Егер де сәл қою болса, қорықпаңыздар. Оның үстіне қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей рецептіміз дайын, ешқандай да іртік болмайды. Ендігі кезек табамызды қыздырып аламыз. Табаға мүлдем сұйық май құймаңыздар, өйткені блинчигіміздің ішінде сұйық май бар. Және де қызбаған табаға блинчигімізді құймаймыз. Қызған табағының үстіне бір ошаудан блинчигімізді салып, қатты отта пісіреміз. Осылайша бірінші жағын 1 минуттай пісіреміз, одан соң екінші жағына қарай ауыстырамыз. Оны да 1 минуттай пісіреміз. Отымыз қатты отта болуы маңызды. Мен табаға сұйық май құймадым, өйткені мен арасында қосып жібердім. Осылай ұнымыз тұра келе қоюлана бастайды, сондықтан оны араластырып тұру керек. Блиніміз қатты қалың болмауы қажет. Енді екінші жағына ауыстырамыз. Қатты отта болғандықтан қарап тұруымыз қажет. Айта кететін жайт, блиниларыңыз күйіп кетпесін. Қатты отта болғандықтан күйіп кетуі әбден мүмкін. Осылайша блинчигіміз видеодағыдай пісіреміз. Пісірген құймақтарыңыздың үстіне сары май жақсаңыздар да болады. Менде осындай блинилар шықты, табаға мүлдем жабыспады. Дәмі деген өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Істеуге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.